зиялы қауым. Менің де бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған бағдарламам ерекше бағдарлама, отандық өнім десем болады. Оны қазір мен дәлелдей аламын деп сеніп отырмын өзіме. Себебі эмоционалды интеллект және сыни ойлау бағдарламасы бұл биылғы жылы оқу жылында жаңалықпен енген жаһандық құзыреттілер деген курс бізге берілген болатын. Жалпы оқу бағдарламасында әдістемелік нұсқаулықта соның негізінде эмоционалды интеллект және сыни ойлау вариативті курсы 7-ші классқа ұсынылды. Жаңа әріптесім айтып кетті, мынау жаратылыстану бағытында көбірек көңіл бөліп біздің сағаттарымыз қысқарып жатқаны рас. Сол кішкене өзімнің өжеттігімнің арқасында осыны бізге тиесілі екендігін дәлелдей отырып, өзім осы сағатты алып алдым. Себебі ол жерде көрсетілген биология, тарих, орыс тілі, тарих, қазақ тілі мамандары осы сабақтан сабақ жүргізе алады деп көрсетілген. Негізгі сабақтың өзі бағыты да эмоциялық ақылды және сыни ойлауға бағыттау болып табылады. Ал енді менің негізгі мақсатым не болды? Бірінші 11-ді бітіргеннен кейін 7-ші сыныпты алдым. Бізде дарынды балалардың мектебі болған соң 7-ші сыныптан басталады. Олқылықтарды байқадым бірінші, сосын кейін білімдегі олқылықтарды байқағаннан кейін оқушы бойындағы олқылықтарды байқағаннан кейін бірінші оқу мақсаттары негізінде тапсырмалар түзіп, сосын кейін баланың сыни ойлауын жеке дамуға бағыттауды, сосын кейін эмоциялық ақылын дамытуды көздедім. Шешім қабылдау жолдарында көздеп бағдарлама түздім. Бағдарламаны қалай түздім? Міне кітабын беріп жіберсеңізші. Бұл маған өте қиын болды расында. Алғашқы кезде қалай жұмыс жасаймын деп қалдым. Тамыз кеңесіне кірдім, республикалық өткізілген бұл туралы мәлімет берді, соны негізге алдым. Сосын кейін әрине біздің құндылығымыз Абайдың қара сөздері, Абайдың 18-ші, 14-ші, 15-ші қара сөздерін негізге ала отырып, оны өзімнің тақырыптық жоспарыма қостым. Кемел адам, Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адамы, Мырзакелдінің өнегесі, кімнің Жігітбек деген 91-ші жылғы балаға соның лайфхактары, соларды негізге алдым да, жеке дамуды негізі, өзімнің мақсатым баланы жеке дамытуға бағыттадым. Ол деген әркім надандығымен күресе білу керек. Кішкене үлкен адам ғана емес, жас бала кезден күресе, нұр үстіне нұр болатындығын білдім. Енді бұл жерде мен моделін көрсетіп қойғам. Бағдарлама қажет дедім. Себебі ерекшелігінде болып табылады. Бағдарлама онлайн жүйесінде жіберілген қателіктердің орнын толықтырады. Толассыз ағытылып жатыр қазір ақпараттар. Соларды сыни көзбен оқуға бағытталады. Бағдарламада берілген оқу материалдарын оқушының жеке дамуына қарай негіздедім. Мақсатқа жетуге ұмтылып, өзін ұдайы жетілдіріп отыратын тұлға қалыптасады. Бағдарламаның жаңалығы, мына 21-ші ғасырда қажетті дағдыларды қалыптастырып қана қоймай, олқылықтармен жұмысты тиімді ұйымдастырудың көзі, оқушының жеке дамуына ықпал жасайды, оқушы білімнің сапасын көтереді, биыл сапа жылы екендігі бәрімізге белгілі, табысты болудың жұмсақ дағдыларымен қатар. Сол жұмсақ дағдылар жаңа эмоциясы ғой жаңағы, жұмсақ дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқу материалдарымен жұмыс жасайды. Өзектілігінің өзі, құрметті әріптестер, құрметті зиялы қауым, жалпы қазіргі таңда уақыт құндылықтары алмасып, жақсы мен жаман сапырылысып жатқан, ақ пен қараны ажырата алмай жатқан заманда біздің әрбір тұлға, ол кішкентай ғана бала емес, үлкендерімізге дейін ұдайы дамып отыру керек. Менің бағдарламам сол ұдайы дамытудың бір көзі болып табылады. Оған мен қазір дәлел ретінде бұл жерде көрсетіп қойып сабағымнан алып келдім. Одан кейін сабақтың жаңа мен сұрақты байқап отырмын. Теориялық білім мен практикалық білімді бұл жерде қатар алып жүруді өзім негізге алдым. Себебі ол сабақтың бойында жүреді. Оқу мақсаттарын алдым ғой, қазақ тілі сабағындағы оқу мақсаттарын негізге алдым. Себебі оқу мақсаттары керемет құрылған, қазір соған қарсы болып жатыр, мен қарсы емеспін. Керемет құрылған себебі ол сыни ойлауын жетілдіреді, жеке дамытады, шығармашылық қабілетін дамытады, дарынға қажет, басқаға білмеймін. Ал енді сол жерде мен естедім енді. Екі тапсырма бердім. Біріншісі, мысалға кеше 5 не үшін техникасы туралы сабақты алып келдім да, бірінші балаға
бала фактіні, проблеманы, көзқарасты анықтайды автордың. Сол арқылы оқылым сауаттылығы дамиды. Енді екінші тапсырманы өзінің бойындағы проблеманы анықтап, 5 не үшін әдісі арқылы өз-өзіне есеп беру ұсынылды. Бұл жерде жаңа 5 не үшін техникасы лайфхактан алдым ғой. Жігітбек деген 91 жылы баланың жұмысынан алдым. Ол өте табысты бизнесмен, табыстыларды оны алып өзімнің құндылығымызды ұмытып жатқан жоқпыз. Абайдың 15-ші қара сөзінде айтады. Өзіңе өзің есеп бер деп айтады. Өзіңе өзің аптасына тым болмаса бір рет есеп бер, қазақ сонда жетілесің деп сол кезде айтып кеткен. Ол қазір кезде өте құнды. Міне сондықтан менің бағдарламам өте құнды. Мен бұны өзім мектепте қорғағанда үлкендерге де осыны құршы деп маған ұсыныс айтты. Ал жас баланың қазір қалай қабылдаған дәлел ретінде ол жас ерекшелігіне сәйкес емес сияқты көрінуі мүмкін. Зерттедім әбден. Ал мынаны қарасаңыздар, қосып беріңізші. Сәйкес екендігіме көздеріңіз жетеді. Бағдарламаның мақсаты. Абайды келтіріп кеттіңіз да? Иә. Абай арқылы өзіңіздің сабағыңызға қалай мақсатын жетесіз? Абайды қалай оқыту әдісін өзіңіз, мысалы, мына шығармасын былай жұмыс жасайын балаға. Мынаны былай жасайын, мынандай әдіс қолданып, сонда мен баланың есігін былай ашып. Мысалы үшін оқу бағдарламасын толық адам ашып, қалай ашасың? Ол әрбір қара сөзінде, әрбір өлеңінде жатыр толық адамның бір қасиеттері. Соның ішіндегі 15-ші қара сөзін мен қалай оқыттым? Менде оқу мақсатында тыңдалым барысында автордың көзқарасы мен проблема мен автордың көзқарасын анықтау деген оқу мақсаты бар. Міне соны алып, өзім бір әдіс тауып алдым. Ол әдісті бала тыңдап отырып, мен байқағаным тыңдалым өте аз екен да, жаңадан келген жиналған балаларда. Оны балаға тыңдата отырып, тақтаға сызып қойдым. Міне жерде бірінші тыңдап отырып, түртіп отырыңыздар, проблеманы анықтайсыз. Фактісін анықтайсыз және көзқарасын анықтайсыз. Проблема не? Адам өз-өзіне есеп бере алмайды. Кез келген адам, ойланатын адам негізінен қазірдің өзінде дәлелденіп жатыр ғой. 2% адам ойланады екен да, 3% ойланамын деп ойлайды екен. Қалғаны ойлана алмайды екен. Оны Абай айтып кеткен. Абайдың сонда проблемасы ойлана алмайды. Одан кейін фактісі адам қызығады дейді. Қызығушылығы болады, сон қызығушылығын білімге қарай жұмсаса, сонда нағыз адам болады деп келтіреді. Дәл осы 15-ші қара сөзінде. Сол фактісі болады. Факті ғой енді. Егер де ол қызығушылығы әртүрлі нәрсеге, ол картаға да қызығуы мүмкін, ол видео интернетке